Хей, қалайсың? Сенімен бірге мен Франи Кейт. Ютубтан әрине күніне 1000 просмотрды жинағың келеді. Ол үшін керекті нәрсенің барлығын жасап жатқан сияқтысың. Бірақ 100%-ның 70%-ы осындай элементарный қателіктер жасайды. Бүгін сол қателіктердің біреуін қозғайтын боламыз. Бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. Үзілістер. Бұл жерде мен видео ұзақ уақыт салмай кеткенді айтпаймын. Яғни видео барысындағы үзілістерді айтатын боламын. Көптеген блогерлер және стримерлер видео барысында сөйлемей отыратын кездер болады. Мұндайдан құтылу керек. Видео монтаж барысында тыныш жерлерді қиып тастау керек. Немесе сөйлеу шеберлігін дамытып, қызықты әңгімелер айту керек. Сол арқылы өз көрерменіңді табасың. Ол сені видеоңда қайта көргісі келіп отырады. Ал бұл нәрсе сенің видеоңа көп әсер етеді. Яғни, қаралым уақыты көбейіп, активность бар видеоны YouTube продвигать етеді. Және рекомендацияға шығып жаңа көрермендер табасың. Бұл плюс мыңдаған просмотрлар. Яғни бұл шағын элементарный қателік. Ал егерде осыны дұрыстасаң, үлкен результаттар шығарасың. Бар болғаны осы. Алдағы уақытта басқа да қателіктерге жеке тоқталып өтеміз. Және коммент жазған адамдардың арасынан бір арнаны таңдап, оценка каналы жасап отыратын боламын. Сенен лайк, плюс подписка және коммент. Сенімен бірге болған Франи Кейт. Келесі кездескенше. Сау.